Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін сіздерге Альберт Эйнштейн туралы және оның ең керемет нақыл сөздеріне тоқталатын боламыз. Жылдар жылжыған сайын биіктей беретін ғасыр адамдарының бірі данышпан Альберт Эйнштейн 1879 жылдың 14 наурызында кедей еврей отбасында дүниеге келді. Алғашқы білімін Мюнхендегі католиктік шіркеуде алды. Бұл мектепте оқыған барынша діни түсініктерді таңуға тырысса да, оның кейін ғылыми кітаптарға ынтызары ауып, ақыры ғылым жолына бет бұрады. Гимназияда оқып жүрген кезде Альберт қиын оқушылар қатарына жатқызылып, оның тәртібі туралы мұғалімдер арасында көп әңгіме жүрді. Мұғалімдермен пікір таластыруға бейім тұратын ол, математика мен латын тілі пәнінен басқа сабақтарға салғырт қарап, жеткілікті деңгейде көңіл бөлмей оқыған. Осылайша, болашақ ғалым 1895 жылы Цюрихтегі политехникумге оқуға түсуге әрекет жасап көреді. Дегенмен, сол жолы бағы жанбай қалып, оқу табалдырығын аттай алмайды. Келесі жылы қайта бағын сынап, сол жерде білім алуға кіріседі. Ғылым мен техникаға бейім Альбертке бұл жер әлбетте ұнады. Білім ала жүріп, осы оқу орнында өзінің болашақ жары Марич Милевамен танысады. Оқуын аяқтаған соң Альберт біраз уақыт бойы тұрақты жұмыс орнын таба алмай, әуреге түссе де өзінің ғылыми ізденістерін тоқтатпай жалғастыра береді. Осылайша 1901 жылдың өзінің алғашқы капиллярлылық теориясының салдары атты мақаласын жариялайды. Тура 4 жылдан соң 1905 жылы барлығымызға аян салыстырмалылық теориясы жұртшылыққа таныстырылады. Осы жылы Эйнштейннің 3 аты шулы мақаласы жарық көреді. Бұл теория ол кезде арнайы салыстырмалық теориясы деп аталатын еді. 10 жыл өткен соң жалпы салыстырмалық теориясы пайда болып, барлығымызға белгілі күйге енді. Басқаша айтсақ, осы жылдары Эйнштейн бүкіл ғылымды дүр сілкіндіріп, теориялық физиканың жаңа дәуірін бастап берді. 1921 жылы ғалым Нобель сыйлығына ие болады. Гитлер билік басына келгеннен кейін 1933 жылы Германиядан бір жола кетіп ақш-қа көшеді. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған соң Эйнштейн бейбітшілікті көп насихаттауға бет бұрып, өмірінің соңын осы ақш-та өткізіп, сол жерде дүние салады. Оны білетін жұрт өте кішіпейіл, жайдары жан болғандығын айтады. Өте абыройлы ғалым болса да, өзінің де қателесуі мүмкін екендігін әрдайым мойындап, диалогтан еш қашпаған. Ал енді Альберт Эйнштейннің қандай даналы нақыл сөздері бар екенін тыңдап көрелік. Көргенің мен түсінгеніңе қуана білу табиғаттың үлкен сыйы. Адамды естігені мен айтқаны қалыптастырмайды, еңбегі мен әрекеті қалыптастырады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Ақиқат тәжірибе сынынан өте алатын нәрсе. Ғылым қоршаған әлемнің барлық құбылыстарын жүйелеу арқылы жинаған адамзат ойының көп ғасырлық жұмысы. Қиял күші барлық нәрсенің негізі. Сіздің күтіп тұрған көркемдік фрагменті секілді, қиял күші білімнен де маңызды. Ойынның ережелерін жақсы меңгеріп ал. Сонан кейін барып басқалардан жақсы ойнауды бастау керек. Шынайы өмірге қатысы бар математика заңдары сенімді емес, ал сенімді математика заңдылықтарының шынайы өмірге түк қатысы жоқ. Сіз бірдей көзқараспен ойлау жүйеңізді өзгертпесеңіз, туындаған проблеманы ешқашан шеше алмайсыз.
Кітаптан тауып алатын нәрсеңізді ешқашан есте сақтамаңыз. Менің кабинетімде бір шкаф бар. Оның ішінде менен де артық білетін энциклопедиялар жатыр. Бірақ Нобель сыйлығын шкаф емес, мен алдым. Адам естіп білген арқылы ғана жетілмейді. Еңбекпен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Мен еш уақытта еш нәрсе үйретпеймін. Тек қана олардың оқу үшін жағдай жасаймын. Сұрақ қоюды доғармау өте маңызды. Әуесқойлық адам баласына кездейсоқ берілмеген. Саусақ аспанға көтерілгенде ақымақ сол саусаққа қарайды. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жатады. Көріну мен түсіну қуанышы табиғаттың ең тамаша сыйы. Дүниеде екі нәрсе шексіз. Бірі ғалам, екіншісі адамның ақымақтығы. Бірақ біріншісіне күмәнім бар. Фантазия білімнен маңыздырақ, өйткені білімнің шегі бар. Адамдардың қате түсінігін бөлшектеу менің атымды бөлшектеуімнен де қиын. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек ол нәрсені өзіңіз де түсінбегенсіз.